Ал 840 жылы қағанаттың ішкі алауыздық және есек қырғыздарының шабуылынан құлайды. Тарихи маңызына келетін болсақ, отырықшы өмір салтына көшкен алғашқы түркі мемлекеттерінің бірі, жазу мәдениетін, яғни ұйғыр жазуы дамуына зор үлес қосты. Және көшпенділер арасында манихей дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдаған жалғыз ірі мемлекет ретінде тарихта қалды. Одан кейін 10-12 ғасырдағы мемлекеттер келетін болсақ, оның біріншісі Қарахан мемлекеті 942 және 1212 жылдар аралығында өмір сүрді. Жер аумағы Жетісу, Шығыс Түркістан, Мауреннахр өмір сүрген. Шығысында Қашқардан, батыстан Самарқанд және Бұғарға дейінгі аумағына созылды. Астанасы Қашқар, Баласұғын, Самарқанд қалалары болды. Және құрылуына келетін болсақ, 942 жылы Сатық хан Қарлық қағанатын басып алып, мемлекет негізін қалады. Қарлық Яғма және Яғма тайпалар негізін қалады. Және ислам дінін ең алғаш қабылдаған мемлекеттердің бірі, яғни 960 жылы Мұқа қаған ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялайды. Бұл Орта Азияның діні мен мәдени саяси дамуына үлкен ықпал келтірді. Және саяси құрылысына келетін болсақ, мемлекет иерархиялық иелік жүзінде жүрді. Елді жоғары қаған басқарды, ал ірі аймақтарда оның туыстары және жер ретінде жерді иқталар билік ететін болды. Бұл жүйе кейіннен мемлекеттік және шығыс-батыс болып бөлінуіне үлкен ықпал алып келді. Мәдениетінің гүлденуі Қарахан дәуірі түркі ислам мәдениетінің алтын ғасыры. Жүсіп баласағын Құттөбелек 1069-1070 жылдар еңбек көрген атты еңбегінің басқару этникалық және этнос негіздерін жазылды. Махмұд Қашқаридің Диуана Лағыт ат-Түрік атты шығармасы да түрік тайпаларының тілін, тарихын, географиясын және тарихы жинақталған алғашқы энциклопедия сөздік қоры пайда болды. Енді құлауын айтатын болсақ, 11 ғасырдың ортасында шығыс және батыс болып екіге бөлінді. 12 ғасырда Қарақытайлар келіп, Наймандар мен Хорезмшахтар тәуелді болып, ақыры 1212 жылы Қарахан мемлекеті жойылды. Ал тарихи маңызын айтатын болсақ, түркі тіл мемлекеттік тіл деңгейіне көтерді және ислам дінінің орталық Азияға қарай Азияда тең таралуына үлкен әсер етті және әлемдік ғылым мен әдебиеттің дамуына үлкен үлестер қосқан. 9-шы мемлекет ол Қарақытай мемлекеті, яғни Хидан мемлекеті 1125-1212 жылдары өмір сүрген. Жер аумағы Жетісу, орталық Азияның бір бөлігі және Шығыс Түркістан мен Мауреннахрдың бір бөлігі болған. Астанасы Қызорда, бұрынғы Баласағұнның маңында. Басты саяси әлеуметтік оқиғаларын айтатын болсақ, 1125 жылы Елудани бастаған құдандар Жетісуға келіп, жергілікті түркі тайпаларын бағындырып, Жетісуда бірінші өзінің мемлекетін құрады. 1141 жылы Хатуан шалқасында Қараханмен біріккен әскерін талқандап, 12 ғасырдың соңында ішкі билікті әлсіреуінен 1211-1218 жылы Найман ханы күштіліктің билікті басып алғаннан кейін мемлекет құлдырайды. Тарихи маңызын айтатын болсақ, аумақтағы алуан тұрғылықты уақытша сауда тұрақтылығын уақытша қамтамасыз етіп отырды. Діни төзімділік саясатты және жергілікті түркі халықтар мемлекеттік басқару жүйесін құруға үлкен ықпал етті. 10-шы мемлекет Химақ Қыпшақ бірлестігі 9-шы ғасыр және 10-шы ғасырдың басында өмір сүрді. Жер аумағы Ертістен Еділге дейінгі
аймақ болды. Солтүстік және орталық Қазақстан және батыс Сібірде өмір сүрді. Оның орталығы, яғни астанасы Имахия болды. Және саяси әлеуметтік оқиғалар айта кететін болсақ, 9 ғасырда Химақ қағанатының құрылуы және 10 ғасырда Қыпшақ тайпаларының күшейе бастауы және 11 ғасырдың басы ішкі қайшылықтар мен қыпшақтардың күшеюі ауырлап, орнына Қыпшақ хандығы құрылды. Және тарихи маңызы Қыпшақ этносының қалыптасу негізін кезеңі және қазақ даласындағы этнография және саяси дәуірінің негізін қамтыды. Және Химақтарда мал шаруашылығы басым болды. Махмұд Қашқаридің дерегі бойынша, жазу бойынша малдан айырылған жатаққа айналады және қолөнер мен балық аулауды кәсіп еткен және Химақтар шонжарларға 10 ғасырда ислам дінін қабылдай бастаған. Және 11 мемлекет ол Қыпшақ хандығы. 11 ғасыр және 1219 жылдары өмір сүрген. Жер аумағы Ертістен Дунайға дейінгі аймақта қазіргі Дешті Қыпшақ деп аталатын жерлерде өмір сүрген. Қыпшақ даласы деп аталған жерде өмір сүрген. Саяси құрылысы Қыпшақ хандығы біртұтас орталық мемлекет болмады. Ол жекелеген ру тайпалардың қосылуымен басқарған тайпа одақтары конференциясы болды. Яғни ең ірі Еділ бойы мен Сырдария бойында өмір сүрген Қыпшақ тайпасы болды. Әскери саяси тарихы 11 ғасырда оғыздарды сыр бойынан печенегтерден Қара теңіз маңынан ығыстырды және орыс князьдерінің Византиямен, Венгриямен, Грузиямен және Хорезм мемлекетімен күрделі қарым-қатынаста болды. Кейін соғысты, кейде одақтасып, қыз алысып, құдалы болды. Және мысалы Мамлюктер әулетінің негізін Қыпшақтар қалады. Және құлауы, ішкі бірліктің болмауы, ішінде тайпалардың өзінің конференциясы болғандықтан және Хорезм мемлекетінің үздіксіз соғыстарынан Қыпшақтар әлсіреді. Сөйтіп 13 ғасырдың басында моңғол шапқыншылығында Қыпшақ мемлекеті толықтай жойылды. Тарихи маңыздары Қыпшақтар қазақ халқының этно-этикалық компонентін құрды. Қыпшақ тілі, көне қазақ тілі, яғни ол сол кезде Алтын Орда бүкіл шығыс Еуропаның халықтарын қатынас, яғни бір сөздердің тіліне айналды. Негізі қазақтардың негізін қалаған мемлекеттердің бірі болды. 12 мемлекет ол Қазақ қағанаты. 7 ғасырдың ортасы 10 ғасырдың соңында өмір сүрді. Жер аумағы Еділдің төменгі ағысы солтүстік Кавказ, Крым, Шығыс Еуропа қалалары болды. Оның астанасы Еділ. Басты саяси әлеуметтік оқиғаларын айта кететін болсақ, 7 ғасырдың ортасында батыс түрік қағанатының бөлініп шығып, тәуелсіз мемлекет құрды. 8 ғасыр, 9 ғасырларда араб халифатының үздіксіз соғысты. 9 ғасырдың басында билеуші топтың Юнинді қабылдап, 965 жылы кеп кінәзі Святославтың шабуылы күшейе бастады. Және тарихи маңызын айта кететін болсақ, Шығыс Еуропадағы саяси тұрақтылықты қамтамасыз етіп, қазақ бейбітшілік дәуірін орнатты. Шығыс пен батыс арасындағы сауданы дамытуға ықпалын тигізді. 12 мемлекет ол Найман, Керей, Меркіт тайпалары 10-13 ғасырдың басы. Аумағы бүкіл бұл мемлекеттің құрылған жері қазіргі Монғолияның батыс және орталық аймақтарында Алтай тауларының етегінде орналасты. Саяси және мәдени ерекшеліктері наймандар ең ірі әрі қуатты мемлекет болды. Өздерінің жазуы, олар ұйғыр жазуы негізінде және мемлекеттік басқару
басқаруы болды. Хан мәртебесін бекітетін тоңбасшы болған. Билеушілер бұйрық қанмен күшлік қаған болған. Керейлер христиан дінін ұстанған. Олардың билеушісі Тоғырыл Ван хан. Шыңғыс ханның жас кезінде оның қамқоршысы болған. 12 ғасырдың соңында күшейе бастаған Шыңғыс ханның біріктіру саясатында қарсы тұрып, алайда өзара алауыздық кесірінен бірінен соң бірі жеңіліске ұшырап, 1206 жылға қарай толықтай Шыңғыс хан империясының құрамында енген. Таймандар ханы күшлік батысқа қашып, Қарақытай мемлекетінің билігін басып алды, бірақ көп ұзамай оларда моңғолдар талқандады. Және тарихи маңыздарын айта кететін болсақ, бұл тайпалар моңғол шапқыншылығына келіп батысқа қарай ығысып, Алтын Орда мен қазақ халқының этногендік және әсіресе орта жүздің құрамына еніп, маңызды рөл атқарды. Олар мемлекет басқару мен мәдениеті Шығыс империясының қалыптасуына өте үлкен әсер етті.